Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бір кере тұратын. Біз ұлтынай деймді. Қазір жолдасымыз екеуміз қайда бара жатырмыз. Думантайымыз тастап, қонақ үйге деймді. Қонақ үй емес, отель, гостиница. Гостиница емес, отель. Біз корейский мотель деп аталынады да, яғни қонақ үйден бір саты төмен жер. Неге ол жаққа бара жатырмыз? Жолдасым айтып күліп жатыр ғой маған. Екеу ғанамыз қонақ үйге бармағалы қай заман деп. Думанның досының бүгін туған күні. Соған Думан пижама пати деген сияқты досының үйінде қонып, бір күн қонып, ертең таңертең ерте қайтады. Туған күні болғандықтан біздің үйден 1 сағаттық жерде досының үйі. Думанды досының үйіне тастап, жолдасымыз екеуміз жаңа отельге баратын болып шештік. Өйткені ертең таңертең үйге қайтадан келу тоже не вариант, Думанның жанында болайық, если на всякий случай түнде жылап қалса деген сияқты. Бірінші рет жүріп жатырмыз, өзіміз кәдімгідей қобалжып жатырмыз. Думан біз сіз бір үйге қонуға кеткенде бірінші рет Қазақстаннан келген, қыдырып келген жандар болсын, емделуге келген жандар болсын, көбінесе осы таңдау болады. Либо қонақ үйге бару, либо мотельдерге бару. Қонақ үйлер әрине бағалары қымбат жүреді және оларда сервистер жоғары болуы мүмкін. Қолжетімді арзан жерді қалайтын болса, онда Кореяда не көп, мотельдер көп. Оның қазір ішіндегі мотельдер мен қонақ үйлердің айырмашылықтарын көрсететін боламын. Жаңағы парковкасынан бастап ішінде қандай сервистері бар және оның сағатына берілетіндері бар. Кореяда жүрген қазақтардың ішінде де басқа қалаға емделуге немесе қыдырып келген кезде бір күн толық жатпайтын болса, 3-4 сағат, 5 сағат болса да болатын болса, сондай мотельдерде тола. Жолдасыммен, если честно, екеу ғанамыздың отельге келуіміз неше жыл дегенде деп айтсам болады. Думан дүниеге келгелі бәрін Думанмен бірге жүреміз ғой. Екеуміз күліп жатырмыз ғой, қайдадан бір көпіл жас болып кеткен сияқтымыз деп. Қазір сервистерін бірге көрсететін боламыз. Маған да қызық, өйткені жолдасым алдын ала резерв жасап қойдым деп айтты. Резервті кәріс тілін білмесеңіз де болады. Қазір неше түрлі сайттар бар ғой, неше түрлі приложениялар бар. Солар арқылы осылай сіз қалаған адрес жасаңыз толып шығады. Гостиницалар мен мотельдер толып шығады. Соның айырмашылық бағасына қарай өзіңіз таңдасаңыз болады. Гостиницаларды примерно сіздер барлықтарыңыз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ол жерде не бар не жоқ. Ал бүгін бағасы арзан мотельдерге обзор жасайтын боламыз. Мен баратын мотельге обзор жасаймын. Бүгін іші қандай болады? Рум тур емес, мотель тур болады. Оппая, Думан 없이 오랜만에 마누라랑 단둘이 호텔 아니 모텔 가는 기분은 어떠세요? 어떤 느낌이? 잠만 잘 건데. 아, 진짜 싫어. 싫어. 어우. 여기 모텔이 많은 거리인데 한국에는 밤에 만약에 모텔이 불이 꺼져 있으면 방이 없다는 뜻이야. 진짜? 막 방이 없을 정도로 사람 많아요, 모텔에? 응, 바글바글하지. 진짜? 우리 어느 모텔 가요? 저쪽. 여기 가요? Міне қазір біз келе жатқан мотель екен. Дәл осы жерде боламыз бүгін. Қарасаңыздар, каждый мотельде осындай парковка бар. Егер сіз Кореяда жүріп машинаңызбен, дайын машинамен келетін болсаңыз, онда парковкалар жасалып қойған. 네, 입시는 30분부터 입시 처리되시고요. 네. 일회용품 촬영인데 필요하실까요? 아니요, 괜찮아요. 안녕하세요. 네. 6층 10호실이고요. 네. 1층 커피 있던데? 나 커피 이따가 마셔야겠다. 어차피 이따 한번 내려와야 돼. 알았어. 아, 응. 들어가보자. 들어가 봐. 여기인가? 아, 여기 있거든. 여기? 오, 저. 오케이. 문 자동으로 닫혔다. Охо. Ал енді осы жерден бастап кеттік. Бірге танысатын боламыз. Аяқ киім береді екен вроде. Аяқ киімімізді киіп алайық. Сразу мен көрінем ба? Светін қалай қосады? Бәрін. Окей, та. Бәрін светтерін қостық. Қаншалықты жарық екенін көреміз. Бұл же? Холодильниктің ішінде міне екі суы және екі согы. Бұл бесплатно тегін ішуге болады, төлеп кетуге болмайды. Айтпақшы өткенде мен Алматыға барған кезде неше түрлі қонақ үйлерде жаттым ғой. Сол кезде осылай екі суды ішкем ғой. Таңертең ресепшн ақша төлеп шығайын деп жатсам, сізде мини барда екі су бар деп 1000 теңге төлеп кеткенім есімде. Бірақ бұндай жерлерде мына холодильникте не бар, соның барлығы тегін, сервис ретінде ішсеңіз болады, төлеудің қажеті жоқ. Бұги иіс шығатын бар сияқты. Мына жерде отырып, компьютер бар. Егер де 4-5 сағат осындай жұмыс істеймін, компьютер керек дейтін жандар болса, компьютерде бар екен. Паролін қосып алуға болады. Міне, мына жерде, опа, Netflix-те 있어. Netflix-те көруге болады, қараңыздар да. Лимоконды қалай қосуға болады, Netflix қосуға болады екен. Адрес барлығы түгел жазылған.
О, ішпіспайды зато. Мынандай халаттардың барлығын арнайы дезинфекциялап жасап, осылай одноразовый қылып қойып қойған, яғни қазір жуылғанда көзіңіз жетеді, осындай салынып тұрса. Қандай халат екен көреміз қазір. Шамамен осындай халат сияқты, примерно үстінен келсең қалай кетті. Примерно осындай халат болады. Бірге көреміз ба? Компьютер бар екен, телефон бар. О, түсінсеңіз, мұнамен барлығы болады дейді, қазір көреміз. О, мынаны басқамен свет өшті, енен басқан свет қосылады. Ой, іздеудің қажеті жоқ, басқа бәрі осымен болады екен. Кровать, диван вроде, кровать қандай? Хаттылау, екі адамға сәл кішкентай, но бағасына стоит еткен бәрі арзан жер бұл жер. Отырып шай ішетін, кофе ішетін жер бар. Терезелері кішкентай ақ. Ешқандай бір ашылмайды, тек қана ауа кіріп тұрса болды деген терезе. Бір өзіңіз Кореяға келсеңіз, терезеден біреу кіріп кетеді, қорықпайсыз, терезелері кішкентай ақ екен. Ал енді мына жерде барлық зарядка, телефоныңызға зарядка ұмытып кетсеңіз, бүкіл зарядка мөлшерін табуға болады екен. iPhone да бар, Samsung те бар, вроде. Телевизорлер үлкен екен, өзі жатып алып көруге болатын үлкендікте. Wi-Fi нөмірі ана отырған сияқты. Или мен дұрыс таппадым ба? Киімдерімізді іліп қоя саламыз, мен ілесейін сразу. Ата сыртта сәл жел болғанға. Қазір не үшін көрсетіп жатырмын, бәрін айтамын, мынау не екен, бірақ маған осы қызық болып жатыр. Бойго. Тересі бар ма не? Мынау не? Оя, үшінші мынанда дайсың. Мынанда жи? Мына жерде не істейді? Мынанда жи? Мына жерде не істейді түсінмеймін, бірақ бір нәрсе бар екен точно. Пустой бір нәрсе бар. И ең главный жуынатын жер, қыздар біз жуынатын жер жақсы көреміз, жуынатын жерде не бар? О, мен жақсы көретін кофем бар. Самый главный кофе болса болды маған. Вроде ванна бар, әжетханасы бөлек екен. Әжетхана, мынандай әжетханасымен сразу астыңызды жуып беретін на кнопкалары бар да. Әрқайсысын бассаңыз су шығады, астыңыз жуып береді. Жуынып тазалап отыратын әжетхана. Мына жағында душ бөлек бар екен. Мен душ жоқ деп ойласам, ванна бөлек бар екен и душ бөлек бар екен де. Мына душта ішінде гель для душ, шампунь, бальзам барлығы бірге бар екен. Үйден еш нәрсе көтеріп келудің қажеті жоқ. Жаңа астында одноразовый сатып аласыздар ма деп айтып жатқан тұғын. Сатып алмай қойыңыздар, өйткені ішінде барлығы бар екен. Ақшаларыңызды лишний жазып құртпайсыздар. Енді бұндай жерде мотельдерде фен бар. Фенмен тарақ болса болды, басқасы өзіміз қыздар өзімізден алып жүреміз ғой. Негізі полотенцалар екі адамға 3 кішкентай полотенце и бір үлкен сүлгі береді екен. Осылар болса болды, басқа еш нәрсе қажет емес. Мына төбеде кондер бар да, қыстың күні жаңағыдай жылы шығады да, қыстың күні осымен жылытады бөлмені, жаздың күні осымен салқын еді. Қазір қосып қойыпты, салқын қылып кәдімгідей. Негізі жаңағы Қазақстаннан келіп жатқан пациенттердің көбісі бізден завтрак бар ма деп сұрап жатады да. Мынандай мотельдерде, арзан мотельдерде завтрак болмайды. Астына шығып 24 сағат дүкендер бар, сол жерден завтрак ішуге болады да. Ал енді гостиница бір қымбат, бағасы $100 асатын бір жақсы райондарға барсаңыз, ол жерде завтрак болуы мүмкін. 근데 처음 왔는데 설명을 왜 이렇게 잘해? 오자마자. 되게 자주 와본 같은 느낌 아니야? 아니, 저번에 카자흐스탄 가서 좀 구조를 좀 알 것 같아서 그래. 뭔가 부끄럽지? алғаш келдім де, как будто бәрін күні келіп жүрген сияқты айтып жатырмын ғой. Өткенде Қазақстанға барған кезде мен 4 гостиницаға ауыстым да. 4 гостиницада мен основной завтрагі бар гостиницаларға барып жүрдім. Бірақ ішіндегі условия примерно осындай болды. Ол жерде кейбір кілттен болатын еще. Ал егер де сіз одноразовый өзіңіздің зубный щетка олар еш нәрсені әкелмейтін болсаңыз, жаңағы ресепшннан одноразовый заттарды сатып алуға болады. Оның ішінде зубный паста, щетка, сабын, тағы ер жігіттер керек бір нәрселер бәрі болуы мүмкін. Ол жақтан жеке сатып алсаңыздар болады. Ал шампунь, бальзамдарыңыздың барлығы жаңа іште тұрғандықтан оны ақша құртып сатып алмасаңыз болады. Ішінде бар екен, және үлкен-үлкен. Өткенде мен Қазақстанда гостиницада жүрген кезде бәрі одноразовый болған, ал мына жерде үлкен-үлкен екен. Және де Қазақстанның бағасымен 15 000 теңге, 20 000 теңге болуы мүмкін бұндай бағалар шамамен. Ал енді үлкен қонақ үйлерге барсаңыз 40 000 теңгеден асуы мүмкін. Ол жерде уже не болады? Завтрак болуы мүмкін, сервис болуы жақсырақ болуы мүмкін. Егер сіз арзан жерге барып ақшамды экономдап, одан да ол ақшаға жақсы жерлер аралап көремін, жататын жерім арзан болса да бола береді дейтін болсаңыз, онда Кореяда осындай арзан мотельдер өте көп. Вот шын айтам сіздерге, не көп? 2 аттам жерде мотель көп. Бүгін сіздерге көрсетіп жатқан обзорымыздың бағасы шамамен $100 болмайды, где-то $80 болуы мүмкін. Негізі $50 басталып $100 дейінгі осындай мотельдер бар, завтрагы жоқ. Күніне, бірақ удобствосы бар. Бүгінгі бейнежазбада сіздерге мотельге кішігірім болса да обзор көрсеттім. Қонақ үй мен мотельдің айырмашылығы осы да. Основной мотельдер жаңа сәл қараңғылау болады, завтрак болмайды, парковкасы болады.
болады, машинаны өздері қойып береді. Ресепшнда сервисқа кофелеріңізді алуға болады, немесе одноразовый заттарды алуға болады. Көрсеңіз болады. Егер Кореяға қыдырып келіп жатсаңыз, немесе сіз Кореяда тұрып басқа қалаларына қыдырып жүрсеңіз, ақшаңызды үнемдегіңіз келетін болса, онда дәл осындай мотельдерге келсеңіз, қалтаңызды үнемдеп, көп жерлерді көруге мүмкіндік болады. Және ең соңында жақсы бір теңіздің алдында қонақ үйге барсаңыз да болады. Бейнежазбаның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.